Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, қыздар, қалайсыздар? Менде бұндай форматта бірінші рет видео болып жатыр. Мен өзімнің ойларыммен сіздермен осылай бөлісіп отыруды жөн көрдім. Менің бұрыннан негізі менің блог жүргізгім келеді. Енді әр адамның ойы әртүрлі. Біреу күлуі мүмкін, біреу таттауы мүмкін, біреу сөйлеуі мүмкін деген сияқты, біреу кемсітуі мүмкін, біреу қолдауы мүмкін деген секілді. Әр адамның ойы, пікірі, санасы, ойлау деңгейі әртүрлі ғой. Қызығушылығы әртүрлі деген секілді. Былай қарап ойлап отырасың да, адамдар маған не деп ойлайды екен, мен осы нәрсені не істейді екен, мені осылай қабылдап қалам екен, мені екі жүзді деп ойлап қалам екен. Енді менің ішкі қорқыныштарым ғой бұл. Осы адам маған осылай айтса мен жаман болатын шығармын деген секілді мен өзім бір қорқыныштарынан қашып жүрдім да. Осы адам маған бір нәрсе деп қалса мен шыдай алмаймын ғой, мен сонда жаман адам болып қалам ба деген секілді іште қорқыныштар болатын. Бірақ осының барлығын жеңіп мен осы күннен бастап блог жүргіземін деп шештім. Менде ютубта кішігірім бір видеолар салып бастадым, бірақ көбінде енді бұндай емес, кішігірім болғаннан кейін менде бұл бірінші рет аудио жазбамен осындай видео форматта инсайтқа толы видео болмақ. Сондықтан соңына дейін қарап шығыңыздар. Мен өзімнің өмірімнен өткен, өзімнің тәжірибеммен алған бір инсайттармен бөлісейін. Біреу білер, біреу білмес. Мен осы уақытқа дейін адамдардың ойына өте қатты тәуелді болдым. Аллахтың разылығын емес, адамдардың разылығын қатты іздедім. Мен сондай адам болдым енді. Және де адамдардың ойы қалай болады екен мен жайлы, мен туралы қалай ойлайды екен, мен туралы жаман негатив нәрсе айтпаймын екен. Если айтып қалған күннің өзінде де менің бар фокусым сол жақта болады да. Мен туралы өйстіп ойлап отырмын екен. Мен осындай адам деп қабылдап қалды ғой. Мен енді біттім, осындай адаммын. Мені жек көріп қалды ғой деген секілді ойлар мені қатты мазалайды. Және менің ортамда ондай адамдар көп болады. Ондай отқа май құйған сияқты ше. Сен осылай ойлап қалмасын, сен бүйтіп қалмасын, сен жақсы болуға тырыс дейтін адамдар болады да. Бірақ әр адамның пенденің бір кемшілігі болады ғой. Оның мінез құлқында, сөйлеуінде, жүрісінде, тұрысында енді бір адамның ойынан көңілінен шығатындай емес. Енді әркімнің көңіліне қалауы әртүрлі да. Сен ешкімнің көңілінен шығамайсың да. Бірақ мен сол көңілден шығуға барынша тырыстым. Сосын мен өмірімнен соны сабақтармен, сынақтармен келген кезде мен ол нәрсені түсіндім. Ешкімнің ойынан шығалмайтынымды, жақсы көргісі келетін адам жақсы көре алады мені, жек көргісі келетін адам менен кемшіліктерін тауып жек көре алады. Ол оның шешімі да. Мен сол адамдардың шешіміне прям былай кіріп кеткенмін ғой. Мені бәрі жақсы көру керек, мен бәрінің ойынан шығуым керек деп. Бірақ маған үлкен бір күйзелістерге ұшырауыма, сондай бір қиындықтарға тап болуыма, өз-өзімді түсінбеуіме, өзіме не қажет екенін түсінбеуіме алып келді. Және де ол менің балаларыма, күйеуіме, менің жолдасыммен отношениеде, анамен, бауырлармен, бір басқа да адамдармен бір дұрыс емес қарым-қатынас жасауыма алып келді да. Соңы бірақ мен үлкен өмірлік сабақ алдым. Сабақ алғаннан кейін мен осы нәрседен бір ой түйдім да. Енді адамдар қалай ойлайды деп емес, өзім қалай ойлаймын, маған не ұнап тұр, сол нәрселерді жасауға тырысамын деп ше. Өйткені бар фокусым менің тек жаман нәрселерге кетіп бастады. Ол қалай десеңіздер, мысалы мен тіл үйрену, бір даму, бір жерге бару, қалауларымды айту, жақсы нәрсе ойлаудың орнына менің ойымда тек қана жаман нәрселерді алып келетін дүниелерді шақыра бердім. Жаман қорқынышты ойлар, жаман ойлар, сондай мен өзім өте сондай жаман ішкі состоянием өте жаман деңгейге түсіп кетті да. И мен сол кезде түсіндім, бұл нәрсенің былай жалғаса берсе өмірім соңына дейін солай болатын. Және де мен қорыққан нәрселерден, мысалы мен бір нәрседен қорқамын ғой, осы нәрседен қорықсам, осы жерден қорқып тұра берсем, мен істей алмайтын сияқтымын, мен қолымнан келмейтін сияқты, мен үйте алмайтын сияқтымын, мен бүйте алмайтын сияқтымын деген ішкі бір ойлар болады ғой. Мен сол ойда тұрып қалатын болсам, өмірімнің соңына дейін мен осы оймен кететінімді түсіндім да. И бұлай болмайтынын, және де өмірімнің ары қарай бұлай өткенін қаламаймын. Менің айналамда бүкіл адамдардың айналасында сондай адамдар болады. Өзін кімге хотите беретін, өзін қалауымен жүрдіргісі келетін адамдар болады. Немесе мен сияқты адамдардың өмірлерінде сондай адамдар болатын шығар бәлкім. Бір нәрсені түсіндіру үшін деген. Мен сол адамдардың ойымен ғана шектеліп қалғанмын да. Ғазиза, сен осындайсың, сен осындайсың, и сен ондай нәрселерді жасай алмайсың десе мен сенетінмін да. И бітті, менің қолымнан келмейді, болды деген секілді ойлар болатын. Мені өсірген ең үлкен уақыттардың бірі осы тұрмыс құрғаннан кейінгі 5 жылдық менің өмірімде бір кино сияқты бір ұйқылы түспен бір түске бір кіріп кеткен сияқты өтіп кетті да өмірім. Бірақ қызықты кездер болды, қиыншылықтар болды, бірақ мен өмірімде бір үлкен сабақтарды алдым десем де болады. Бұл әр нәрседе, әр сынақта бір хайыр бар да, бір қиын болып жатқан нәрселерде бүйтіп артын үңіліп бүйтіп тазалап қарайтын болсаң, бір жақсы нәрселер шығады. Бір нәрсе үйреткісі келеді Аллах, сені солай сынап, саған бір нәрсені бергісі келеді, саған бір нәрсені түсіндіргісі келеді. Мен ол нәрселерді енді түсініп жатырмын 24 жасқа келген кезде. Және де сол адамдардың ойлары болады, мысалы сен қолыңнан осы нәрсе келмейді, сен істей алмайсың, осы уақытқа дейін істемедің, болды. Сен үшін шешім шарт қояды. И сен сенесің сол нәрсеге, иә, болды, менің қолымнан бұл нәрсе келмейді деп. Негізінде сен қолыңнан ол нәрсе келеді. Жасаған келген нәрсе, сен жасаймын десең, жасаған келген нәрсе сенің қолыңнан келеді. Менде болды да. Болды, мен біттім деп ше. Сөйтіп мен артқа қарай ойландым да. Мен осы уақытқа дейін қанша нәрсе ізденісте болдым, оқыдым, қызығушылықтарым болды деген сияқты. 5 жылда мен не бітірдім? И мен өзіме қатар подругалармен, құрдастарыммен өзімді салыстырамын. Мен неге жеттім? Мен оқу бітірген жоқпын, тілдерді үйренген жоқпын, машина алған жоқпын, шетелдерге шығып жатқан жоқпын деген секілді өзімді бір төмендету болды. Бірақ менің миссиям, менің өмір жолым бөлек екен, олардың өмір жолы бөлек екен. Мен енді ол нәрсені түсіндім да.
мен енді болды бітті, мен тіл үйрене алмаймын, мен болды бітті, мен ондай тело фигура жасай алмаймын, болды бітті, менің денсаулығым осылай кетті, болды бітті, менің өмірім ары қарай осылай кетті деген секілді ұғымдарды мен өзіме ғана тудыра бердім да. И мен болды осылай болып қаламын, болды ары қарай ешнәрсе өзгермейді деп ойлайтынмын. Ал менің қазіргі ішкі ойларым жоқ. Мен наоборот, осы уақытқа дейін мен дүниеге 3 баланы, осы 3-ші жүктілік, осынша баланы дүниеге алып келдім. Мен оларға тәрбие бердім, өсірдім, бұл үлкен еңбек. Мен сондай адамдардың өмірлерін қалыптастырып жатырмын. Осы оларға кішкене қолдау, поддержка бергеннен кейін мен өзімнің өмірімді бастаймын. Үйренгім келіп жүрген тілдерді үйренемін, барғым келіп жүрген жерлерге барамын, істегім келетін нәрселерді мен істеймін, жасағым келетін нәрселерді этап жайлап істеймін деген секілді. Енді менде қазіргі форматта видеомда прям идеальный күшті болып тұрған жоқ. Айтып жатқан ойларымның кейбір сөздері дұрыс, кейбір сөздері бұрыс болуы мүмкін. Прям идеальный дауысым шықпаса да, мен бүгіннен аз-аздан үздіксіз бір өзіме бір инвестиция құямын деп шештім да. Күнде бір сөз жаттасам да, күнде бір кітаптың бір бетін оқысам да, бір өзімді төмендетпеймін да. И осы нәрсенің барлығы маған ертең сабақ. Осы нәрсе маған бір нәрселерді үйретеді. Сондықтан мен тоқтамауым керек деген ішкі шешімдер шықты. Менің қолымнан келетініне өзімді үйрете бастадым да. Мысалы, мен осылай істей алмаймын, бүйте алмаймын, ете алмаймын, үйде болсам да табыс таба аламын. Менің дизайнер болғым келеді, мықты дизайнер болғым келеді, менің соншама тілдерді үйренгім келеді, мен көп балалы ана болғым келеді, мен сондай денемді сақтағым келеді, сондай сұлу болғым келеді, сондай көркем мінезді болғым келеді, жан-жақты өзімді дамытқым келеді, сондай яркий андай болады ғой, энергиясы деген бітпейтін, шаршамайтын бір адамдар, сондай әйел болғым келеді. Бүйтіп қарап тұрсам менің қалауларым өте көп. Мен көптеген елдерге барғым келеді, көптеген нәрселерді істеп көргім келеді, көрмеген нәрселерді көргім келеді, жасап көргім келеді, тоқып көргім келеді, тігіп көргім келеді, істейтін нәрселер көп та. Фокусымның барлығын мен сол жаққа қарап жіберіп жатырмын да. И кішкене менің ішімде сенімділік келіп бастады да. Мен бұл нәрселерді жайлап қалыптастырсам істей аламын, менің де қолымнан келеді деген сияқты үміттер болып тұр. Үміттер оянды. И адамдар былай қарап тұрсам жаман оймен қорқыта береді. Сен істей алмайсың, сен қолыңнан келмейді, сен андайсың деген сияқты. Мен бірінші этап айналамнан сондай адамдарды бүйтіп ысырып тастағым келді да. Ондай этап менде әлі де жүріп жатыр. Мысалы, мені төмендететін, менің ойымды, мені былай түк көрмейтін, мені төмендету арқылы өзін жоғары сезінетін, менің эмоцияларыммен ойнайтын, менің үстімнен күлетін, мен туралы жаман ойлайтын сондай адамдар бар да менің айналамда. Уақыт өте келе ол адамдарды мен былай ысырып жатырмын да. Тек қана өзінің ойын ғана приходить ете беретін сондай адамдар бар да. Мен солардың ойымен жүргісі келетін, бірақ мен ойладым и түсіндім, мен бір адамды өзгерте алмаймын. Ешқандай адамды өзгерте алмаймын. Өмірден түсінгенім, ең үлкен түсінгенім, мен ешқандай адамды өзгерте алмаймын. Мен осы уақытқа дейін сол адамды былай өзгертуге тырыстым да, бір адамды өзгертуге тырыстым. Мен ешқандай адамды өзгерте алмайтынымды түсіндім. Ол қалай десем болады? Мен емеспін да ол адам. Мен тек өзімді ғана өзгерте аламын. И мен өзімнің шешімдеріме жауап бере аламын. Егер если маған ол адамдар осындай бір нәрсе жасайтын болса, бір нәрсе істейтін болса, менің көзқарасым, менің шешімім бөлек болады. Мен олардың ойымен жүрмеймін да. Мен бұрын ойлайтынмын, тек сол адамдардың ойымен ғана, солардың ойын ғана мен тыңдайтынмын да. Бірақ мен ол адамдардың ойын өзгерте алмаймын, ондай адамдарды өзгерте алмаймын. Бірақ мен өмірімнен оларды былай ысырып тастай аламын. Мен араласуды тоқтата аламын. Мен ондай отношение өзім лайық көрмеймін. Мен өзім шешемін да. Кейде болып қалады менде мынандай адамдар. Кейде жыныма тиіп кетеді, ашуланып кетсемші, субханалла, кәдімгідей сен жүйкеңе тиіп қоятын әңгімелер айтады да. Бірақ қарап тұрсам, сол адаммен сондай отношениені мен қаладым. Если мен сондай отношениені қаламайтын болсам, маған былай сөйлеме, немесе мен араласпаймын дейтін болсам, немесе араласпасам, ол адам маған ешқандай ешнәрсе жасай алмайды да. А мен өзім сол адамға араласуға мүмкіндік беріп қойғаннан кейін мен ол нәрсені көтеруім керек. Сол үшін де кейбір таңдауларға мен өзім ықпал етемін. Сондықтан мен өзім сол нәрсеге сабыр ету етпеуім өзіме байланысты. Сол үшін адамдардың ойына қатты тәуелді болмаңыздар. Қатты қорқынышпен өмір сүрмеңіздер. Ешкімнің ешнәрсесі кетпейді. Мысалы, фокустың барлығы сен қорқатын болсаң, бір адамның ойынан, сөзінен қорқатын болсаң, сен бір орында бүйтіп тұрып қаласың да, болды. Өзгермейсің, сен қорқынышпен былай бір жерде тұрып қала бересің. Қорыққан нәрсеге жүріп бастайтын болсаң, әрекет етіп бастайтын болсаң, өзің шешім шығарып бастайтын болсаң, өз-өзіңе жауапкершілік алып бастайтын болсаң, жауапкершілік алу оңай емес. Оған үлкен андай дайындық керек екен. Бірақ жауапкершілік алып бастайтын болсаң, өмірің жайлап өзгеріп бастайды. Және де ойларың өзгеріп бастайды. Сен бір адамның сондай ойына тәуелді болып, бір адамның сондай мақтауына ие болғың келіп жүретін болса, сен өспейсің. Мысалы, бір адамдар сені төмендетеді, кішірейтеді, жоғары көтереді. Енді адамның бір көңіл күйі бір жерде тұрмайды ғой. Тағы да бір айтқым келетін дүниелер ойымнан шықпай жатыр, субханалла. Қалай десем болады? Сен андай фокусыңның барлығын сол адамға, сол нәрсеге беретін болсаң, негативке беретін болсаң, ол нәрсе өсе береді да. Сен фокусың барлығы сол нәрседе, и сен әйтеуір сол эмоцияңды басқа арқылы шығарып тастайсың да. Ол үшін ондай болмасы үшін ондай адамдарды өміріңнен былай бүйтіп ысырып шығарып қою керек екен, былай құлтап екінші кіргізбейтіндей. Және ондай адамдарды бүйтіп еріктен өткізу үстіндемін мен. Сол үшін менің айтар ойым негізі андай бірінші рет сөйлеп тұрғаннан кейін, бірінші рет менде бұндай аудиозаписпен былай видео болып жатқаннан кейін менде кішкене үрей, қорқыныш, ойымды дұрыс жеткізе алмау болды. Сонда да бұл видеоны мен саламын деп шештім. Сондықтан маған үлкен қолдауларыңыз, маған үлкен көмек, мені қолдаңыздар, ойларыңызбен бөлісіңіздер.
менің ойым бір жүйеде тұрған жоқ та, сондықтан да менде осындай кішкене бір кідіріспен болып қалды видеолар. Алдағы уақытта жақсы видеолар түсіруге тырысамын. Жақсы нәрселермен бөлісуге бір ішімде қобалжу болды, бір андай энергиямды жейтін нәрсе болды бұл меніңше. Өйткені күнде бір түсіремін деймін да, бірақ менің энергиямды алып тастайды. Түсірмегеннен кейін көңіл күйім түседі, сен істей алмайсың деген сияқты бір тағы бір галочка келеді маған. Одан кейін бір істеуге деген андай желанием, бір сенімділігім азайып кетеді. Бірақ қалай бар, солай мен осылай видео түсіруді жөн көрдім, ойларымды айтуды жөн көрдім. Бір жүйелі болмаса да, біріншіге жақсы видео деп ойлаймын. Сіздерде қалай болды, сіздер қалай ойлайсыздар, ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздерге бұндай форматта видеолар ұнай ма? Ұнаса маған лайк басып, комментарий басып, кішкене маған қолдау беріңіздер. Сіздердің жылы лебіздеріңізді күтемін.